Алдында DOM барлығын үйреніп болдық. Негізінен JS-ге қатысты көптеген мазмұн үйрендік. HTML, CSS негізінен білдік. Өте кейбір нәрселерді сабақ барысында қоса салатын боламыз. Бүгін жаңадан бір сайт жасайық. Өте сүйкімді біреуін талдайық. Өте емес, қалыпты сүйкімді болсын. Мынау болып қалады екен. Мынау әдемі екен. Сақтап жіберейін. Мына карт әдемі екен. Осында сақтап қояйын. Жер әдемі екен. Ол жаңағы. Мынау да бір түрлі әдемі екен. Болды, әдемін артынан қуалай бермей. Бастап жасайық. Мына тұнық болмай қапты. Десе де оқасы жоқ. Бізге формасы келсе болды ғой. Өте жіңішкелікпен өздеріңіз жасаңыздар. Бүйтіп қарапайымдап жасайық. Мен тордан іздеп жасаған себебім, өйткені отыр нормал дизайн қылады ғой. Ал біз өзіміз ойдан жасасақ, қисық шығуы мүмкін. Одан да бір дизайнды негіз етіп алғанымыз өте дұрыс. Онда JavaScript блок дейді. Біз мына JS, HTML, CSS-тарды өтіп болдық. Оны бүйте салайық. Фронтенд деп жазайық та, екеуінің ішіне тыстай салайық. Содан жерге тағы бір құрайық. Бұны не деп жазсақ болады? Практисте осылай жазушым еді. Көріп жүрейін. Бұлай жазылады екен. Бірінші әрімді үлкен састайын. Яғни практика. Содан кейін бір емес бірнеше сайт жасайық бұған. Атын өзгертейік. Блок. Пост дейік. Блок пост деп жазайық. Сосын осыны ашайық. Бұлай ашуды үйрендік қой. Код. Блок пост. Өшіріп тастайын. Содан кейін жерге JS құжаттары
мына ішіне кетіп қалды. Сыртын талдаймыз. Stylus. Одан кейін индекс HTML, яғни бірінші рет кірген досы болсын. HTML 5. My blog дейік. Тіл талдайтын қыламыз ба, қылмаймыз ба? Тіл талдайтын тұра тұрайық. Алдымен осылай болсын. Stylus'қа site CSS, JS'қа site JS кіргізейік. Padding 0, margin 0, margin 0. Содан кейін мына ішінде ештеңе жоқ. Мына жерге link CSS stylus site CSS. Бұл көп CSS-іміз болған кезде бүйтіп арт-артына жаза берсек болады. Бұл біреуімен шектелген сөз емес. Яғни ең мысалы ішінде кластер қайталанатын болса, мысалы мынан екеуінде де контейнер бар болса, содан біз істетпекші болған контейнеріміз осының ішіндегі біреу ғана болса, сол істетпекші болғанымызды бүйтіп ең соңына келсек болды. Яғни ең соңғысы істейді. Яғни мына HTML, JS, CSS болсын, солдан оңға қарай және жоғарыдан төмен қарай оқиды емес пе? Алдымен жоғары жағын оқиды. Оның жерде сәйкестіріп тастады. Алдымен классын берді, мына жерде стайлын берді. Одан кейін екінші рет тағы біреу шықса, соныкі алдыңғысын жауып кетеді. Яғни соңғысы іске асады деген сөз ғой. Сосын біреуін ғана кіргізейік. Скриптті де кіргіз қояйық. Бұл JS-ның ішінде site JS. Одан кейін мынаны былай қылып тастайық. Мына келейік. Мынаны көп тастайық. Өстіп алып жазайық. Енді біраз төменірек қылайық. Ана бізге көрініп тұрса болды ғой. Содан кейін мынаны ашып алайық. Міне сервер дейді. 5500 деген портта ашылып тұр дейді. 5500, соның ішінде индекс HTML деп ашылып тұр. Содан кейін жазайық не. Мынаны алдымен header жазайық. Яғни бүйтіп header деп жазсақ та болады ғой. Бірақ әзір біз қарапайымдылық үшін барлығына div істете тұрайық. Яғни сыртқы лейаутын белгілеу үшін header div істетейік. Содан header бұның ішінде navigation бар болсын. Navigation'ның ішінде міне айтымдар бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тал бар. Ал мынаны қарасақ, мынау бір бөлік, бұл лого ғой. Ода мынау 1, 2, 3, 4, 5 тал адрес жалғаным navigation бар. Одан бір іздеу, одан кейін міне жерде тіркеліп кірген кездегі бас сурет, сол сияқтылар бар. Содан кейін біз былай жазайық. Бұның
өзін үшке бөлейік. Біріншісі сайт лого болсын. Осының ішінде сурет бар. Лого PNG де қояйық. Әзірше тұра тұрайық. Логодан кейін навигаторды қояйық. Бұның ішінде 5 тал A бар. Яғни бұны UL қыла салайық онда. UL, яғни тізім. List екен білді қой алдында. Осының ішіне li. Nav item дейік. Ойбей, не болып кетті? Классы nav item осыдан 5 да келді. Барлығына home деп жазсылайық. UL-ден кейін тағы не бар? Іздеу және бас сурет бар. Оны бұлай жазайық. Логен деп бөлік жазайық. Осының ішінде бұл тұрсын. Логен деп қана жазып қояйық. Алдын жерде іздеу. Search контейнерді қояйын. Іздеу қорапшасы, бұның ішінде не бар болсын? Input текст болған input болсын. Бұған класс берейік. Search input. Міне келді. Енді бұны бұлай жазамыз. Бұны бұлай келтіріп, бұны екіге бөліп тастайық. Бұны өшіріп тастайын. Бұл жерде мұнан да қарап отырайық, Бірінші header. Headerді қояйық. Осының ішінде header бар. Оның ішінде навигатор бар. Осының дисплейін flex пен істей салайық. Flex. Да шу келді. Содан кейін headerдің ішіндегі nav'дің ішіндегі сайт логоның ұзындық берейік. Қанша болсын? Мұнан ішінде мұншалық орын алып жатыр. Бір, яғни мұнандай болсын. Ода мұна жерден басталған, жерден аяқталған. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-тан 1 екен мөлшермен. 8-ден 1 қалайық. 100%-ды 8-ге бөлсек. 12,5 трансет. Мынандай қалайық. Сосын
Navigator. Бұған да ұзындық берейік. Ұзындығы мынау мөлшермен мына жерге келеді. 2, 3-тен бірін алады екен. Бұны 35. Міне екеуін біріктіріп 50% қыла салайық. Онда 37,5%. Мұнда келді. Ал енді header nav осының ішіндегі search container деп жазып қойғанбыз. Осыған ұзындық берейік. Бұл жаңағы мынаның ұзындығын алсын. 37,5% header nav оның ішіндегі login дегенді жоқ, login емес, мынаны аккаунт дейсілік. Бұның ұзындығы анымен бірдей ясын 12,5%. Міне қараңыз, бәрі орнына келіп болды. Содан енді бұны реттейміз. Мынау бұлай емес. Navigator'дың display жазамыз. Flex дейік. Бұны да бұлай келтірдік. Содан кейін Navigator'дың ішіндегі nav item дегенді көрейік. Бұның flex деп төте жазсақ болады ғой. Бірдей салайық. Міне, ұзындықтары бірдей бола салды. Бұған бірдемей қойық. Мынау UL болған соң list стайлын жоғалтып тастайық. Style мынаны деп білеміз ғой. Мына алдындағы төшкілерді жоғалту. Мұнда жоқ болды. Мұның барлық әсілі ішінде жалғаным болады. Ешқайда бармай қойсын. Класс берейік. Nav link деп. Енді дұрыс болды. Сосын бұлай келді. Енді біз бір лого алып келейік. Әдемі лого. Біздікі блог емес пе? Реңі анамен ұқсастау болсын.
мына әдемі екен. Images деген құжат қалтасын құрайық. Осының ішіне лого деп сақтайық. Сосын мына жерден кіргіземіз. Images. Мында келді. Бұл өте дәу болып кетті. Ештеңе етпейді. Оны Photoshopпен немесе басқа нәрсемен кішірейтсеңіз де болады. Немесе мына жерден былай біз әзірше былай кішірейте салайық. Бір класс берейік. Лого дейік. Содан кейін header сайт логоның ішіндегі лого дегенге max width берейік. 100% тик. Мында келе қалды. Содан кейін мынаған қалай қыламыз? Осылай болып тұрсын. Мына формасын келтіре берейік. Nav дейді. Осыған box shadow беріп тану. Міне қараңыз, астында box shadow тұр. 0,0. Анау мөлшерімен 10 пиксель болар ма екен. Содан кейін рең берейік. Қара берейік. Көк берейік. Бүйтіп талдайық та. Көкке апарайық. Яғни анау мынандай ашық көк қой. Осыған апарып 50 деп транспарант берейік. Міне мөлшермен келді. Әзірше өсіп тұрсын. Пәддиңді мынадардың биіктігі мынамен бірдей, бірақ өз-өздерінде пәддинг бар болсын. Логоды пәддинг 10 пиксель дейік. Мында келді. Ал енді мынаның ішіндегі nav item дегендерге де пәддинг берейік. 10 пиксель. Аст үсті 5 пиксель, оң сол 10 пиксель болсын. Мында мынағында сөйтейік. 5 пиксель, 10 пиксель. Сосын бұны біраз кішірейтейік. Логоның барлығына display flex болды. Line items justify content'inde теңшеп тістейік. Center line items center, яғни ортаға теңшеу. Мында бәрі ортаға келді. Логонды сөйтейік. Мында келді. Логоны бір тұрақты мәнге теңшепсекші. Әдемірек болсын. Ұзындығы қазір 89 дейді. Биіктігі 36 дейді. Барлығын биіктігін 40 пиксель мөлшеріне теңшейік. 100% емес. Биіктігі 40 пиксель.
мында бұның түк керегі жоқ. Содан кейін 40 пикселде өтілген екен. 30 пиксель болса дәл екен. Логоның line items деген right-қа теңшеп істейік. Жоқ. Осы центр ғой. No flex енді. Болды. Енді былай қарай қарап көрейік. Мынаның ортасына теңшеуіміз керек. Nav item. Search container display flex justify content center line items center. Біз әзір көп қайталанған кодтар жазып жатырмыз. Артынан бұларды реттеуді үйретем. Әзір сөйтіп қайталап жаза берейік. Барлық ортасына келді. Енді бұдарға былай қылайық. Мынау тұра берсін. Ал мынау болса реңдерін өзгертейік. Біз мына реңді басты рең қылып алдық қой. Бұнда қалай айнымал шама ретінде белгілеу, оның бәрін артынан үйретем. Осының ішіндегі nav item header nav link. Линктердің реңін өзгертейік. Мынау болсын. Міне келді. Сосын font weight алты қылайық. Жуан болсын. Одан кейін text decoration деген жоқ тастайық. Астында сызығын. Міне содан кейін үстіне барған кезде бір белгі болу керек қой. Одан актив біреуі актив болсын. Яғни мынау біріншісі бас бетте тұрғанымызды білдіріп актив. Онда хедердің ішіндегі навигатордың nav item-ы актив болған кезде не болсын? Бұлай болсын. Background color no елу дейік. Анандай болса қалай болады екен? Бұның пәддігін алып тастайыншы. Жоқ, пәддігін тұрсын. Бұлай реңін өзгерте салайын енді. Color әппақ болсын.
Бұның колоры емес, бұның ішіндегінің колоры. Яғни біз әзір nav item дегенге беріп жатырмыз ғой. Енді осының ішіндегі nav linktің реңі өзгеру керек. Яғни header nav item осы актив болған кезде осының ішіндегі nav link деген осының реңі ақ өзгеру керек. Міне келді. Біраз сәт құсап көрініп тұр. Біз мына реңді алсақ қайтеді. Бұлай екен. Мұнда енді біраз тамаша болды. Енді осыларға хабар берейік. Мұна менен хабар ұқсас болсын. Актив емес. Хабар. Міне бәрі ұқсас болды. Енді тағы бір жағдай. Мұнау да солай. Актив емес. Хабар болған кезде де сондай болу керек қой. Мұнда. Одан тағы бір жағдай. Мұнаның курсорын өзгертіп тастайық. Nav item. Бұны неге өзгертеміз дегенде, мысалы қараңыз, сақтамай тұрып, бүйтіп сыртына барсақ, мынау ұқсасымен жерге келген кезде мынаған өзгертіп тұру керек қой, қолға жалғаным екен білдіріп. Осылай келтірейік. Nav linktің дисплейін блок қылып тастайыншы. Мында. Енді көрейік. Олары кептеліп қалды, ештеңе етпейді. Оны артынан түзейтін боламыз. Padding жоқ. Мынада padding бар. Лидардың лиді nav item деп өзгерттік. Бұның дисплейі блок қылып тастайық. Содан кейін height 100% болсын. Міне келді. Flex қылып тастайық. Flex. Сосын қарайық. Біткен кезде аст үстіндегі 5 пиксель padding менен асып кеткен. Paddingді алып тастайын. Сосын line айтамыз, центрдік.
ортасына келді. Мынау неге асып кетті дегенде box sizing бере салайық. Border box деп бірақ берейік. Ішіне кіріп кетті. Барлығы олай болды. Мында нормал болды. Ал енді hover қылған кездерің анандай болсын. Болды, өстіп тұра берсін әзір. Артынан өздеріңіз бұдан да әдемі қылам десеңіздер, өзгертіп алыңыздар. Ал енді мынау болды. Енді мынаған келейік. Бұл қалай дегенде іздеу батырмас екен. Іздеу батырмас болса әне бір айкон тауып келейік. Анау жүп жіңішке екен. Болды, әзірге бізге осы болсын. Мына жерге былай қылайық. Мына бірінші орында тұрамыз бе? Бір DIY қояйық та. Сосын бір спам бере салайық одан да. Сосын ішіне сурет берейік. Images'тің ішінде search png деп, мұнда өте дәу екен. Бұны дөңдейтін боламыз. Жоқ, мұнан берудің тіпті керегі жоқ екен. Осындай бір класс берейік. Саудайын айтайық. Header'дің ішіндегі search контейнердің search icon деген ұзындығы 20 пиксель дей салайық. Онда піп-піп деп жерге келді. 16 пиксель қылайық. Тіпті кішкене болды. 14 пиксель қылсақ, одан да кішкене. Енді header'дің ішіндегі search контейнердің search icon деген жоқ. Input. Яғни мынау input қой. Осыны бітейл көйтейік. Padding берейік. Астысынан 5 пиксель, оң солынан 10 пиксель. Өтілген болып кетті. 2 пиксель, 7 пиксель болады екен. Енді border radius
Азыр анан бийиктигин көрүп келейик. Жыйырма үч дейт. Биз бересек болот. Height 24 пиксель. Мына мен кошкондо асып кетет экен. 20 пиксель болу керек. 28 болуп кетти. 28ден 4 аламыз, 16 пиксель. Сосын border radius 12 пиксель. Мында келди. Outline жок деп тастайык. Енді background color айтайык. 58 деп берип керек. Өтө капкара болуп кетти. Енді осыны былай карай беттетик. Бу да капкара экен. Былай карай апарайык. Будан да өткүзөйүк. Default деп берип керек. Азыр бир аз оксады. Border bir pixel solid transparent. Міне ентип токсады. Мына default эмес. if0 дейік. Енді тип токсады. Содан кейін бұл жерге іздеу деген жазамыз ғой. Ол жерге апарып битейік. Бұл жерде placeholder деген бар. Бұл яғни бірінші рет ештеңе жазбай тұрған кезде көрініп тұратын іздеу деп қояйық. Міне шығып тұр. Өстіп тұрсын, сосын басқан кезде не істейік? Мынау былай қарай ішіне қарай кіру керек қой. Margin right минус деп былай қарай ішіне кіргізіп етейік. Минус 30 пиксель дейік. Онда мынау ананың ішіне кіріп кетеді екен. Ал енді мынаны апарайық. Margin left минус 30 пиксель дейік. Оқсастағы ішіне кіріп кетті. Мынау яғни ананың үстінде тұр ғой. Онда былай берейік. Search container дегенге алдындағымыз бойынша position берейік. Relative алдынаған position absolute дейік. Міне содан кейін absolute болғанмен left 0 дейік. Сол жағына бірақ барды. Бұны бермей қояйық. Біраз көбірек код жазып кетеді екенбіз. Басқалай әдіс бар. Яғни input'тың z индексі 2 дейікте. Алдынан z индексini шығып тастасақ болды ғой. Бетінде тұрсын деп. Z индекс
3 анадан біреу жоғары. Міне бетіне келді. Минус 30 десек келмейді екен. Ал енді инпутқа пәдден берейік тағы. Жерде 2 пиксель, 7 пиксель деп бердік қой. Бұлай бересек та болады. Астыңғы істейтін білдік қой. Пәдден ләфіт 30 пиксель. Мұнда біз оны 24 пиксель қылайық. Ананы солға қарай апарайық. 30 емес 24 20 22 десек дұрыс екен. Енді біраз көзге нормал көрінді мұнда. Болды. Бұл бітсін. Енді міне жерді көрейік. Міне жерде бас сурет тұр. Осыны жасайық. Бір бас сурет ақ білейік. Яғни оқырман кірмеген кезде осындай болып тұрсын. Аккаунт дегенге логин деп жазбайық. Бұл жерде мына жерде кіру, тіркелу деп мына жерге барған кезде алдындағыдай бүйтіп бірдеңе шығу керек қой. Оны келер сағат жасайық. Мына жерге алдымен суретті әкеле салайық. Әзірсие мейістің ішіндегі аватар аяқтатуымыз керек. Алтты жазайық. Аватар дейсің. Бұнда келді. Енді бұнда биіктігін шектеп тастайық. Хедердің ішіндегі аккаунт дегеннің аватар дегенді ұзындығы, яғни бұл төп төртбіш қой. Ұзындығы 30 пиксель дейік. Аватар қате жазып алдық па? Мен жерге класс бермейміз ғой. Мұнда келді. Болды. Енді келер сағатта бетіне барған кезде тіркеліп кіретінін білдіріп, мен жерге салақтап шығатын жасайық. 48 минут бопты.